ойын алаңы. Бизнесті де дәл осы жердегідей сатылап құру қажет. Бизнесмен де өз кәсібін ашарда нарықты зерттеп, арнайы аудиториясын таба білу керек. Мақсаттан танбай, жолда кездескен кедергілерден еш қаймықпай, тек алға басу маңызды. Бұл жолда сізге тек балаларға тән батылдық пен шыдамдылық қасиеті қажет болады. Армысыздар, эфирде коммерциялық құпия бағдарламасы. Жаз демалыс мезгілі. Дәл осы шақта кез келген адам қайда демаламын деген ойға қалады. Сыртқы не ішкі туризмді таңдау қажет. Не болмаса алысқа бармай-ақ акваторияда демалған жөн бе. Ақтау елімізде теңіз жағасында орналасқан жалғыз ғана қала. Жазда ауа температурасы мұнда плюс 45 градусқа дейін көтеріледі. Ал жүзу уақыты мамырдан қыркүйекке дейін жалғасады. Алайда жайлы табиғи жағдайларға қарамастан, Ақтау қаласында демалуға асығып жатқандарды көп кездестіре бермейсіз. Западный кластер, как мы его называем. Батыс кластер, біз оны солай атаймыз. Ол Каспий теңіз арқылы маңызды. Кендірлі ұлттық жобасы. Біз оны тіпті беделіміз үшін іске асыруымыз керек. Өйткені көрші мемлекеттер, Түркменстан, Әзербайжан елдері мұндай ірі жобаларды жүзеге асырып үлгерген. Мы должны сделать даже ради престижа. Ақтаудың қазақстандық туристердің сүйікті аймағына айналатын барлық әлеуеті бар. Tree of Life демалыс базасы директорының айтуынша, осы потенциалды дұрыс қолдану маңызды. Заманауи сәулет кешені 3 жылдан бері жұмыс істейді. Қаладан 25 шақырым қашықтықтағы база Каспийдің дәл жағасынан қоныс тепкен. Бұл жерде стандартты нөмірдің құны 30 000 теңге тұрады. Түгелбай, жалпы демалыс базасы қашан ашылды, сол туралы айтып кетсеңіз? Демалыс базасы 2012 жылдан бастап жұмыс жасайды. Содан бері біз жыл сайын оны жақсарту үшін мысалға бассейнді, мысалға үйлер саламыз, жаңадан адам келушілер бүкіл условия дейді ғой жасап. Жалпы бұл жерде қанша үй бар, және де олардың құны қанша? 50-ден астам үй бар. 50-ден астам мұндай бөлек тұрған үйлер, осындай да. Сосын эконом класс не бар, ғимаратта үй. Соның ішінде 17 номерлі. Ақтаулықтардың осындай демалыс базасына деген қызығушылығы қандай? Қызығушылығы жоғары, себебі бұндай база Ақтауда жоқ. Ең үлкені, ең барлығы бар, аквапарк бар мысалы. Пляжымыз мысалы таза, әрдайым тазартып тұрамыз, мысалы қоқыста шашылып жатқанын көрмейсіз мысалы. Несімен ерекшеленеді жалпы сіздер? Ерекшелігі жалпы бұл... Қаншалықты қолжетімді деп ойлайсыз бағасы? Бағасы енді кішкене жанұясы бар адамдар үшін, жұмыс істейтін адамдар үшін мысалға осылай бала шағасымен келіп демалады мысалға. Былай кішкене орта неден алғанда кішкене жоғары деп ойлаймын. Тағы не істейсіздер енді? Қандай жоспарларыңыз? Тағы жоспар 2016 жылы тағы бассейн салуға. Жаңа 90 адамдық бассейн болады. Және де сауықтыру кешенін салу ойда бар. Сауықтыру кешені 2016 жылы дайын болады деп жоспарлап отыр. Жалпы жобаға қанша қаржы салды? Сауықтыру кешенін салу үшін 35 миллион доллар қаржы жұмсаймыз деп ойлап отырық. Ал жалпы мына осы базаны салу үшін 20 миллион кетті. 20 миллион доллар? 20 миллион доллар. Ал негізгі контингентіміз ғой? Кімдер бар? Негізгі контингент жаңа айтқандай, бұл жұмыс істейтін... Шетелдіктер бар ма? Шетелдіктер де бар. Шетелдіктер көбінесе жақын көршілес елдерден, Ресей деген сияқты. Ресей, біз негізі сол Ресейге, және осы Әзербайжан сияқты осындай жақын көршілес елдерге істейміз, көңіл бөлеміз. Және де шетелден де келетін, Италиядан да келетін, мысалы осында жұмыс істеп жатқан, өзім көргенмін, Италиядан келген адамдар болды. Тағы бізде жоспары бар. Кеше жаңа кемпинг жасау жайында адамдар келді. Соны қолға алып,
соны дамытсақ та оларды шетелден адамдар әкеліп мысалы мында демалуға әкеледі да. Қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыздар? Қазіргі таңда 70-ке жуық адам жұмыс жасайды осы жерде. Жергілікті мамандар. Иә, бәрі өзіміздің жергілікті адамдарымыз, өзіміздің шетелден жұмысшылар жоқ. Бәрі өзіміздің адамдарымыз. Жалпы Қазақстанның туризмі дегенде көбінесе қызмет көрсету сапасы төмен, бағалары өте жоғары, сондықтан біз негізінен Түркияны таңдаймыз, алыс жақын шетелді таңдаймыз деп жатамыз. Иә, шынымен де. Ол негізсіз емес. Расымен де қызмет көрсету сапасы ақсап жатады. Сіз осы өздеріңіздің мамандарыңыздың деңгейін көтеру үшін не істеп жатырсыздар? Деңгейін көтеру үшін ең бастысы ол тренинг, да, адамдармен жұмыс жасау. Тренингтер өткіземіз, мамандар шақырып, мысалы сервис жағынан мамандар шақырып. Тағы да ол жағымен келсем, мысалы батыс өңірінде мысалы сервис сапасы кішкене төмендеу да, соны біз жоғары көтеріп, ең қазір еуропалық стандарттарға сай, Түркияда қалай Түркияның несіне жетуге бірінші тырысып отырмыз. Ішкі туризмді дамытуды қалайтын кәсіпкерлердің айтуынша, туристер ағыны олар қалағандай болмай тұр. Оған басты себеп Ақтау қаласының еліміздің басты ірі қалаларынан қашықтығы. Бұдан басқа портты қаланы еліміздегі ең қымбат қалалардың қатарына жатқызуға болады. Азық-түлік бағасы мегаполистердікімен бірдей. Себебі барлығы шетелден тасымалданады. Аймақтың туристік әлеуетін арттыруды жергілікті билік өкілдері енді ғана қолға алып жатыр. Алайда қара алтынның нағыз ортасы инвесторлар үшін ғана қызығушылық тудырып отырған жайы бар. Сондықтан мұнда келіп демалатындар қатарынан шетелдіктерді кездестіруге болады. Қызмет көрсету деңгейімен оларды таңғалдыра алмайтынымыз сөзсіз. Алайда Ақтаудың әсем табиғатын бір келіп көруге болады. Қазақстанда балалар бақшасын ашу өте тиімді бизнес түрі. Елімізге мектепке дейінгі тәрбие беру мекемелері ауадай қажет. Бөбектерге деген шынайы махаббат болса ғана жеке балабақша ашуға болады. Оларға ең алдымен махаббат пен түсіністік қажет дейді Элеонора Сембаева. Бір жыл бұрын кәсіпкер жеке балабақша нарығын жете зерттеп, қаржысын осы кәсіпке салуды шешкен. 60 миллион деп айтайын енді жобалық есеппен. Өйткені кейбіреулер есептелмей кеткен сома көлемдері бар. Жобамен 60 миллион, 55-60 миллион. Бала үшін үлкен жауапкершілік, ол ойланып, толғанып, қарасақ өте үлкен жауапкершілік. Тек немқұрайлықпен қарауға болмайды. Әр бала үшін жауапкершілік аламыз. Балабақша ашу өте шығынды іс. Біздің кейіпкердің есебінше кіріске тек 3-5 жылда шығуға болады. Мәселен, коммерциялық балабақша тек халықтан ақша алу деген көптің ойын бірден өзгерте салу қиын дейді ол. Бізде балабақшаның бір айлық ақысы 50 мың теңге. Бізде жаңағы үкімет бір балаға тағамға ондай көмек әзірге жоқ. Келешекте балапан программасымен жасамақ ойымыз бар. Тек ата-аналардан алынатын 50 мың теңге. Оны жобалық есеппен бір күнге бір балаға 750 теңгеден кетеді. Ол 50 мыңның ішіне музыкальный руководитель, жаңағы ән күй жетекшісі, хореография, ағылшын тілдері кіреді, шахматтар кіреді. Әзірге жалпы 120-150 адамға жобалық сыйымдылығы есептелінген. Элеонораның айтуынша балабақша жұмысы қанша дегенмен маусымдық саналады. Қыста көптеген ата-аналар балаларының ауырып қалуынан қорқып, үйлерінде ұстайды. Бұл факторда өз кезеңде мекеменің қаржылық жағдайына әсер етпей қоймайды. Ал демалыстар маусымы жазда да дәл осындай жағдай қайталанады. Қазақта не ексең, соны ұрасың деген мәтел бар. Бүгін еккен кішкентай ғана ағашың ертең үлкен орманға айналуы ғажап емес. Бизнесте де дәл солай. 99% еңбек, 1% ғана талант. Сондықтан еңбек етуден ешқашан шаршамаңыздар. Бүгінге осы, келесі аптада көріскенше аман сау болыңыздар.